Солтүстік Қазақстан облысында орақ науқаны қызу жүріп жатыр. Ауыл шаруашылығы басқармасы ұсынған соңғы мәліметтер бойынша бүгінгі күнге дейін 4 миллион тонна астық жиналған. Гектар шығымдылығы 17 центнер. Биылғы ауа райы бидайдың бітік бітуіне бөгет болды. Толассыз жауған жаңбыр оның сапасын нашарлатты. В основном идет 4 класс. Бидайдың сапасы бойынша 4-ші сыныпты астық жинап жатырмыз. 3-ші сыныпты мүлдем жоқ. Бұл ауа райының кесірі, сондықтан оның бағасы арзандау болады. Бұл Солтүстік Қазақстан облысының ең ірі элеваторы. Кешен күніне 40-50 жүк көлігін қабылдап, зертханашылар сары алтынның сапасын сараптайды. Бүгінгі күнге дейін 20 мың тонна бидай қабылдадық. Соның 2-3 тоннасы ғана 3-ші класс, қалғанның бәрі 4-ші класс. 4-ші класстың клейковинасы 18-20, ылғалдылығы енді 14-15-та 5, натурасы кішкене төмен болады. Орақ науқаны өз мәресіне жетуге дайын. Күзгі жиын терімге 8 мыңдай комбайн жұмылдырылған. Биылғы бидайды 54 элеватор қабылдайды. Основная масса зерна. Бидай құрғақ болғандықтан шаруалар оны қоймаларына сақтап қояды. Ал элеваторларға 426 мың тонна ырыс дәні түсті. Оның 21%-і 3-ші сыныпта. Бұл ылғалды астық. Өңір диқандары ел қамбасына 5 миллион тоннадан астам астық құюды жоспарлап отыр. Ауа райы ашық болса, қырдағы қарбалас қыркүйектің соңына дейін аяқталуы тиіс.